Баршаңызға қайырлы күн. Жасалу өте оңай, ешқандай қалыпты қажет етпейтін, өте жұмсақ мамықтай кекіс жасап көрсететін боламын. Видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қарап, менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм айранымызды құйып аламыз. Одан соң шай қасық ас содасын саламыз. Егер үйлеріңізде миксер болса, миксермен араластыруға болады, немесе осылай ас қасықтың көмегімен жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз, реакция жүргенше. Осылай екінші ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және 200 грамм шекерімізді, одан соң сұйық майымызды салып миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Миксерлеп алған массамыздың үстіне ұн саламыз және сұйық май құятын боламыз. Менде сұйық май видеоға түспей қалған екен. Және осылай ұнды аз-аз мөлшерден салып отырып миксерлейтін боламыз. Егер ұнды бірден салатын болсақ, біздің массамыз арасы көтерілмей және толық піспейтін болады. Міне аз мөлшерден ұн салдық және осылай миксерлейміз. Және ұнымызды тағы да аз мөлшерден салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Қатты қою болудың қажеті жоқ, өйткені арасы көтерілмей піспей қалады. Біздің дайын болған кеселеріміздің ішін майлап, осылай үлкен қасықпен 1,5 қасық барлығына теңдей өлшеп құйып шығатын боламыз. Және үстінен дайын болған массамыздың мен варенье құйдым, шай қасықпен 1 қасықтан. Әркім әрқалай өз қалауынша мейірі жаңғақ сала беруге болады. Пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз және дайын болған кекістерімізді салып 30 минут көлемде пісіріп, жай отта пісіретін боламыз. Мен 150 минутқа қойып пісіріп алдым. Ең жоғарғы градус 90 градуста тұрды. Не біздің кекістеріміз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, ешқандай қалыпты қажет етпейтін, ешқандай кезеңізде сынып қалмайды. Өте жұмсақ, керемет болып пісті. Арасы міне қазір көрсететін болам. Арасы толықтай піскен. Қазір ыстық болып тұр, мінекей. Өте керемет. Сіздер де менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.